автосалонда келіп қалдық. Қазір мынау көліктердің бағаларын білеміз, және бұл көліктер бөліп беруге де болады, отсрочка де алуға болады. Қазір соның бәрін айтып өтеміз. Nissan Tiana деген жарықтық жақсы машиналар да негізде. Бұл 6 миллион 200 мың. 2010 жылғы 198.800 жүрілген 2.5 объемы. Салоны кожа деп жазылып тұр. Chevrolet не мынау? Chevrolet Cruze дейді, 5 миллион 200 мың дейді. 2014 жылғы да ескіміз бе 139.136 жүрілген 1.8 объемы. Так, бұл Cruze'ның несі осы? Chevrolet Cruze. Lexus көке. Lexus'қа мініп қарамадың ба? 45 миллион дейді. 2017 жылғы 47.543 жүрілген 5.7 объемы. Ал 5.7 деген ол дейтін уже 5.7 деген ол уже бронепленка. Бәрі ма несін? Сыртын бәрі пленка ма? Қысы екен. 2017-лер нормально оларға. Сол. Hyundai дейді. Hyundai. Гүлке, сен не бүгін демей алыпсың? Сен маған қарамай ана менеджермен сөйлесіп кеткенсің, мен үндемей қалдым. Бәсе 6 миллион 500 мың дейді, 2011 жылғы 248.472 жүрілген 1.6. Мұнан сонда бөліп беруге беретін көліктер деп айтуға болады. Бөліп беріп тұр енді. Ай сайынға. Так, мынау не машина? Hyundai. Бұл неше? 8 миллион 449.999 Hyundai Accent деген 2020 жылғы 72.311 жүрген. Так, сол бағасы жазылып тұр. Іші салоны мынау. Салондар енді белгілі ғой, бұлардың салондарын көрсетсек те. Сырттарын бәрін шек-шетіп жалтыратып қойған. Іштерін көрсін деп терезелерін ашып қойған екен. Мынау не? 7 миллион 900 мыңдық. Мынау да Hyundai Accent бұл да 2021 64 мың жүрілген. 1.4 объемы 7 миллион 900 мың теңге. Разница бір жылдың ішінде, бір жыл 500 мыңдай разница екен. Бір жылдың несіне 500 мыңдай қойыпты ма? Сондайларын айтып қойшы. Мына 8 миллион 300 мың дейді. Мына 7 миллион 900 мың. Сонда бұл да 19 дейді. 19 дейді. Анау неше? 19-ға қымбат қой? 8 миллион 300 мың. Так, 69.869 жүрілген 1.6 объемы. Так, осы салоны мата жазылып тұрған. Қымбат па? Қамары қарағанда. Мына Kia ал дейді. Kia 6 миллион 990 мың, 7 миллиондікі. 2015 жылғы 100.665 километр жүрген 1.6 екен объемы. Так, мата дейді салоны. Осындай ақ түсті. Мынау не дейді? Kia бұл да. Kia'лар толып тұр ма? Kia қымбат екен. Toyotалар бар, Toyotаларды көрсетеміз. Так, бұл бағасы 10 миллион 990 мың теңге. Kia K5 дейтін осы екен. 2018 жылғы 98.810 жүрілген объемы 2. Салон көрсетейін бе K5-тің? Салон маңдай, салоны кожа деп тұр ма не? Салон тікан деп тұр ғой. Салон тікан емес қой. Так, осы. Серттік не ма? Так, K5 пе, я. K5 сондай. Сондай ма, басқаша ма? Түріне қарағанда қысқалау сияқты болып тұр. Қысқалау сияқты ма? Ол басқалау шығар, ол ойлау шығар мыналар. Бұрынғы выпуск ма? Так, осы K5-тің жағдайы. Так, неге келдік? Toyotаға келдік. Бәрінің жақсы көретін Toyota ғой. Қазекеңдер бәрі Toyotаны жақсы көреді, сосын Mercedes жақсы көре ма? Қалай келуке? Білмеймін, Toyota ондай қатты ұнап тұрған жоқ. Toyota ұнамай ма? Mercedes ұнайтыны 7 миллион 300 мың теңге. 2012 жылға 243.815 жүріп тастаған. 1.6 объемы. 4 миллион 400 мың теңге дейді ғой. Мынау 2012 жылға да 105.377 жүрілген 1.2 объемы. Салоны мата. Скидка 150 мың дейді. Қалай 150 мың скидка? Мынау суммадан 150 мың скидка ма? Иә. Ол неге? Не үшін наличка алу керек пе? Кредитке алсаңыз 150 мың теңге скидка болады. 200 мың теңге скидка неде? Это трейдингға. Қалай трейдинг? Трейдинг. Сіздікі машина обмен жасамыз. Обмен жасаған кезде ма? Иә. Так, мынау көліктің жағдайы. Отсрочка қалай болады? Соны айтып өтесіз бе?
Отсрочка, бізде бар отсрочка. Ха? 20% төлесіз. Ха? Қалғаны 80%. Bir жылдан кейін төлесіз. Bir жылдан кейін төлеймін бе? Bir жыл бойы төлемеймін бе? Bir жыл төлемейсіз. Ештеңе төлемеймін, 20% Минимальный төлеймін. ежемесячный платеж төлейсіз. Төлейтіні бар ғой ай сайын бәрібір. Бар, иә, минимальный. Мына сумманың 20% төлеймін. Иә, Қалған минимальный. Минимальный қаншаға шығады? Примерно. минимальный. Мына машинаға примерно 50 мың теңге шығады. Ай сайын 50 мың теңге төлеймін. Сосын ол ана неден суммадан алына ма? Төленетін суммадан 4.864 мыңнан алынады ма ол? Ол процент. Ол үстіне проценті ма? Иә. 11 ай 550 мың төлейміз, 550 мың. Иә. Ол қалады просто ана 484 миллион 840 мыңды төлеп шығамыз бәрі. Иә. Процент жоқ деп ойлап жүр қой өзір. 9 миллион 900 мың дейді. Так. Volkswagen Polo 2021 жылға 65.606 жүрілген, 1.6 объемы, қоңыр түсті дейді. Бұлар неме бәрі на ходу тұрған машиналар бар енді. Иә. Тексерілген болады. Иә. Отсрочканы біз алдында отсрочка болды да 0%. Болды мартта, акция бір ай болды. Акция кезінде март айында. Енді қашан болды белгісіз бе? Отсрочка 0%. Пока білмейміз. Мынау не машина? Қарамаппын ғой. Volkswagen Polo бұл да. 10 миллион 800 мың дейді. 2021 жылға 20 мың 80 жүрген. 1.4 объемы. Автомобиль на гарантии деп тұр. Ол не ал деген? А как это называется? На гарантии деген ал деген? Да. Мы также можем от нашей компании за дополнительные услуги предоставить гарантию на авто. Дополнительные услуги? Дополнительно предоставить гарантию на авто. Қосымша гарантия береміз. Неге қалай сонда? Гарантияны жатқа беріледі. На автомобиль с пробегом мы можем предоставить гарантию. Ал мен түсінген жоқпын. Так, мынау 2021 жылға 48.820 жүрген, 1.6 объемы. Куан или Куан? Так. Бағасы қанша? Бағасы мұнан бағасы жазылмаған ба не? Бар ғой төбесіне тұр ғой. Қайсы? 9.800. Қай жер? Бәсе маған көрінбей тұр ғой, 9 миллион 800 дейді. Иә. 9 миллион 800. Надо Toyota. На Camry'ni ал дейді. 18 екен. Көрсетіп алайық. 13 миллион 200 мың дейді. 2016 жылға 113 мың 162 жүрілген, 2.5 объемы. Сондай бұлыңда жағдайы көріп тұрсыздар. Мына жерде де тұр мінекей Camry. Бұл Camry'де 12 миллион 500 мың деп тұр. Жылы 2015 207.530 жүрілген, объем 2.5 дейді. Соланы кожа деп тұр. Жағдайы осы. Қазір ана жерде әдемі машиналар тұр, оларды көріп кетейік те, Көке. Ананың түрі күшті екен. Қарайық. Цвет. Мынандай көлік тұр, ерекше көлік. Мына новый сияқты. 28 миллионның көлігі. Ашық па? Ұтып қойсын ба? Көлекең, ерекше көлік дегесін мініп қарады. Целлофанмен тұр. Новый мәне? Иә. Новый өзіп тұр ма? Целлофанмен тұрғасын ба? Қой, жылы қайсы қарайық қазір? Не деп тұрған? 2022 дейді. 20 километр ғана жүрген, новый екен. Объем 2. Кожаный салон дейді. Мен сен Көлекең біліп мініп жатыр. Біліп мініп жатырсың, Көлекең, новый екен, 20 километр ғана жүрілген екен. Кеттім мен. Қайда барасың? Ауылға. Давай. Бап қара. Новый машинамен барасың ғой? Күшті екен. Ане сары машинаны көреміз ба? Мына не, спортивный сияқты. Иә, бұны өткенде ғана не деген үйір. 2 адамдық қой. Ютуберден алып жүрген осы ма? 106 миллион дейді Көке. Кілтеніп тұр екен. 106 миллион Porsche Carrera дейді. 911. 2022 жылға. Новый екен бұл да 2022. 20 километр ғана жүрген. Объем 2.9 дейді. Есігі жауық тұр екен. Мықты сапсары қылып мынаны айдап жүрсің. Қалай? Бар ма? 2 адамдық па тек қана? Иә. Арты вообще жоқ па? Әлі кремі? Жоқ қой. 2 адам шығар. Бар ішінде. Отыра ма артың адам? Иә.
Қалай кіреді? Алдын еңкейтіп кіреді ғой. Қыстырылысып. Міне келесі тұрған. Ауди. Аудилар жақсы негізі. Ауди де әдемі де. Бағасы да әдемі, көрдің бе? Новый ше, ну, 21 дейді ғой. Бағасы 36 миллион 500 мың. 2021 жылға, бұл да новый екен, 36 километр ғана жүрілген. Объемы 2. Жақсы да, Аудилар әдемі ғой. Мерседес. Да, қай жылы 2022 жылғы 17.300 жүрілген. Объемы 2 дейді. 32 миллион 500 мың теңге. Гүлекең жақсы машинаға мініп жатыр ғой. Бұйырсын Гүлеке. Саған как раз болып кетеді екен мынау. Не, музыка жүріп тұр. Саған как раз болып кетеді екен, үйлесіп тұр саған. Әдемі болып тұр ма? Иә. Қарашы. Үйлесіп тұр саған, бойыңа да, түріңе де, бәріне де. Автомат. Шалқаятында. Жақындатып жатырмын қасыма. Күшті екен. Жұрнаны былай алға қарай, педалға қарай нетін бердің? Сенен жақындатуға ма? Жұрна төмен түсіп жатыр, иә? Аяғың жетпей жатыр ма? Қалай ма? Руль қалай бәрі? Күшті ма? Мықты. Үйлесіп тұр саған. Шымыра? Иә, қара. Видео түсіріп өтім, ертең видеодан көресің ғой. Неке артынан қарағанда. Осы Мерседес, Гүлекең мінген Мерседес деп қойайын ба? Күшті екен. Төн тағы да отыр, ана цвет жақсы сияқты. Нормаль? Иә. Новый ма болды? 17 миллион 500 мың дейді, ол арзан болғанда. Жылы болар, жылы ескі болар. 2015 жылға 69 мың жүрілген. Мінбеймін дейсің бе? Жоқ. Ескі. Гүлекең сөйтетін. Алдабай қазір. Тағы да келесі видеоларды жалғастырамыз. Ендігі видеоларды, кобальттерді көрсетеміз. Біздің каналымыздан ажырамаңыздар.